Барлықтарыңызға тағы да қайырлы кеш. Мен екінші видеоны түсіріп бастадым. Осы жаңа қиярлар туралы видео түсірген болатынмын. Даладағы кішкентай жаңа өсіп атқан. Анау қиярларды жапқанымды айтып, күннің салқын екенін айтып. Күннің көзі қазір кешкі уақыт болса да күннің көзі міне шыға бастады. Дегенмен де күн ызғар салқын. Сондықтан қиярларды сол үшін жауып қойдым. Мынау көрсетейін дегенім алдыларыңызда қызанақтар. Міне қызанақтар 50 данадан артық мына жерде. Аралары жақындау. Осындай әдіспен ектім. Бұны мен әзірге ойлаймын, мен кейін бір ыңғайсыз болып байлау мүмкін. Негізі өскен кезде бір-біріне жаңа бұтақтары бір-бірін қалай айтсам, бір-бірінің бұтақтарының ортасына бір-бірінің бұтақтары өсіп, бір-біріне сынуға мүмкіншілік бермей, бір-бірін тіреп тұрады деп ойлаймын. Сондықтан өстіп ектім. Мен бұны өзім жаңадан шығарған жоқпын. Жаңағы үлкен жылыжайы бар, тонналап қызанақ өсіретін сондай адамдардың жаңағы бөліскен видеосынан көріп алдым. Осындай огород для ленивых деп аталама, или ленивый огород деп аталама, солай аталады екен. Сөйтіп өзі атауын беріп сөйтіп айтып жатыр. Ленивый огород есть вот такой деп. Осылай жасаймын деп айтып жатыр. Міне арасын 40-40 сантиметрден қылып, жақынырақ қылып орналастырамын да, оларды байламаймыз. Осылай суара берем, солай өсет деп айтып жатыр. Жаңағы алыстан қарағанда өте қаулаған көп шөп сияқты тығыз болып өсіп жатыр. Күзгі видеосын көрдім. Бірақ араларын ашып, мынау сондай сорт, мынау мынандай сорт деп келіп, жақындап келіп көрсеткенде, астының бәрі қызанақ қой. Қызанақ толып, енді ауырлау болған соң әрине астыңғы жағында болады. Бұлар да өздері де, өсімдіктердің өзі де табиғатқа қарай бейімделеді ғой. Сондықтан жаңағы жоғар жағына мүмкін қызанақтарды қорғап, осылай көк шөптерін өсіре ма, әйтеуір алыстан қарағанда көк шөп құсап жатады. Бірақ жақыннан барып араларын ашып көрсеткенде қаншама қызанақтар сол арасында бар, сондай көрсетті. Сол видеосы маған ұнады да. Және де күтімді аз қажет ететіндіктен мен де тәжірибе ретінде осы қызанақты егіп қойдым. 50-ден аса дана. Ал негізінде бұның бәрін жеке-жеке байлап, жеке-жеке солай күтсек қаншама жұмыс болады. Мен сол әзірге осылай қалдырамын, және де байламаймын деп ойлап отырмын. Енді келешекте байлап жатсам, ол видеоларымда айтам, болмайтын болды деп. Ал негізгі қазіргі жоспарым байламай осылай өсірем деп отырмын. Сондай жоспар міне. Кеше қатты жел болды. Осы бір жағына қарай жатыңқырап, қызанақтар сондай жалбырап жатты. Шайқалып анандай қайындар қатты шайқалады ғой, сондай болып. Бірағында әйтеуір сынған жоқ. Өстіп өсіп жатыр. Стакандарда болған ғой. Тамырлары жерге кішкене кейін жерге шығып, әйтеуір жақсы болған шығар. Қалай өсіп кететінін келешекте осы қызанақты осылай егу әдісім қалай болатынын сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, подписаться тетігін басып, бәрін бақылап, келешектегі қызанақтарды көру үшін осы каналға подписаться тетігін басып, жаңа айтқанымдай жазылып қойыңыздар. Рахмет назарларыңызға.